Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін королевский ватрушка бәлішін дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ұнымызға қантымызды, ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Салқындатылған сары майымызды үккіштен өткіземіз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Қамырымызды жасап болғаннан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол уақыт аралығында начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге қантымызды, жұмыртқамызды, сливкемізді қосып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін формамыздың астына пергамент қағазын төсейміз. Формамыздың астына песочный қамырымыздың жартынан көбісін қосып, астынан тегістеп аламыз. Барлығын тегістеп болғаннан кейін ортасына начинкасын түгелдей құйып шығамыз. Қалған песочный қамырымызбен начинканың үстінен бір келкі қылдырып жазып шығамыз. Қызып тұрған пешке 40-45 минутқа 200 градусқа пісіретін боламыз. Дәмі өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығатын сүзбелі бәлішіміз дайын. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма жазуға ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Рахмет.